Ассаляму-алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен алма мен ақуыздан кереметтей шайға кететін осындай әдемі, дәмді, нәзік пирог жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттардың бәрі қолжетімді: қант, май, ақуыз, ұн, жұмыртқа және қаймақ, алма, қамыр қопсытқыш қажет болады. Ыдысымызға ең алдымен қантымызды, жұмыртқамызды сарысынан бөлек ажыратып аламыз. Қаймағымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Миксерлеген кезде қант толықтай еру керек. Сол себепті осылай жақсылап асықпай қанты ерігенше араластырыңыздар. Енді ұнымызды електен өткізіп, оған сары майымызды қостық. Мен көбінесе осы қолдың сары майын қолданамын. Сондықтан өздеріңізде енді кез келген май бола береді, бірақ мен кеңес етер едім, қолдың сары майынан әдемі болып шығады. Қамыр қопсытқышты қосамын, тағы кішкене араластырамын. Одан кейін жаңа біз ыдысымызға жұмыртқамызды, қаймағымызды, қантымызды езіп алдық. Осыған енді міне ұнымызды салып, жаңа маймен араластырған қамыр қопсытқыш бәрін қосып жібердім. Бәрін біріктіреміз да жұмсақ қамыр шығатын болады. Міне осындай, қараңыздаршы, керемет болып шығады. Енді кішкене тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады, пока біз салмасын дайындағанша. Алманы қабығын осылай аршып, ортасын алып тастайсыздар және ұзыншалап осылай турап алатын боламыз. Міне жұқалап тұраңыздар, сонда әдемі болады. 3 кішкентай қасықпен қант салатын боламыз және кішкене араластырамыз. Көп араластырмаңыздар, осы жеткілікті. Енді ақуызды асықпай бірінші миксердің ең жай айналымына қойып айналдырасыздар да, одан кейін бара-бара күшейте бересіздер. Араластырған кезде ең соңында осындай ақуыз шығады. Кішкене тұз бен қант қосып жіберсеңіздер болады. Араластырып жатқанда қамырымызды жайып, оның үстіне бір тегістеп осылай алмамызды саламыз және ақуызымызды салып, жан-жағына жайып, 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне пирогымыз пісіп шықты. Толықтай суытып барып кесіңіздер, өте жұмсақ болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Ас болсын.